Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып, өз мөлшеріне келтірмейтін болса, кез келген ағзаға теріс әсерін тигізеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне де себепші болады. Қан адамның ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе болып табылады. Қан өте қою болатын болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына алып келеді. Бұл жағдайда қанның ұюы, инфаркт немесе инсульттің пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып емдік шараларын бастау қажет. Қанның қоюлануына сапасыз су. Күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, яғни атап айтқанда лас немесе хлорлы суды жиі ішетін болса, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректі заттарын сіңуін жақсарту болып табылады. Ағзаның қышқылдануы. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тамақты көп жеп қоятын болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдану орын алады. Электромагниттік сәуле. Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі. Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Улану. Ағзаны ауыр металдармен және де күшті химиялық заттармен өңдеу нәтижесінде көкөністер мен жемістерді жиналуы мүмкін. Қозғалыстың аздығы. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отыратын болса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайлар. Стресс гормондары жиі қан тамырларды тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететіні дәлелденеді. А витаминоз. Ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы себеп болады. Қанның қоюлануының белгілері. Көру және есту қабілетінің нашарлауы. Қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төменденуі байқалады. Осымен бірге құлақта шу пайда болуы да мүмкін. Тыныс алудың қиындауы. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда аритмия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта да болады. Аяқ қолдардың шаншуы. Әдетте шаншу аяқ қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болады. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбауы. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді әрі үнемі шаршап жүреді. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Мазасыздану. Алаңдаушылық сезімнің туындауы. Жаны жай таппай үнемі алаңдап отырады. Бұлшықеттің ауруы. Қызуыңыз көтеріліп, сан сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде боласыз. Ұйықтап жатып та демалмағандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, серіңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою қызыл болады. Бас ауру. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырады. Оны дәрімен де тынығумен де емдей алмайсыз. Дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болғаныңыз абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған тамақ, ысытылған ет, газдалған сусындарды ықпал етеді. Оның орнына майлы балық және зығыр майы, балғын көкөністер, брокколи, қырыққабат немесе жеміс-жидектерді, құлпынай, жүзім және ананасты үзбей жеңіз. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады.